Barşanızga selam. Кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта мен сіздерге видео түсірген кезде видеоның дауысы қалай сапалы шығатынын көрсететін боламын. Ал сіздер жайғасып көріп отырсыздар. Видео түсірген барысында дыбысының өте қатты рөл атқарады, өйткені нашар дыбыс равно 0 просмотр. Мысалы, кейбір елдер видео түсірген кезде пилтичка микрофон мүлдем қолданбайды екен, және де телефонның өз микрофонына дауыс жазады екен. Одан қоса кейбірде қосалқы телефондарын алып шығып, осы ауызға тақап сөйлейді екен. Бұл өте қате, өте дұрыс емес. Өйткені сіздер ондай видеоларда далада түсіретін болсаңыздар, жанындағы өтіп бара жатқан адамдар, көліктер, шумган барлығы естіліп тұрады. Және де табиғи желдің дауысы микрофонға тікелей жазылады. Результаты онша емес видео шығады. Сондықтан да мен сізге беретін кеңесім, азан болсын, қымбат болсын, онлайн дүкендерден пилтичка сатып алуыңыз қажет. Пилтичканың да қаншама түрлері болады. Мен өзім тап қазір сіздерге сабақ түсіріп кезде пилтичканы қолданып отырмын. Мен осындай. Сондықтан да осындай анық сапалы дауыс шығып тұр. Қазір мен сізге өзімнің қандай пилтичканы қолданатынын көрсетемін. Міне мен қолданатын пилтичкам осындай. Қара кесте жасалған, салмағы өте жеңіл. Кез келген сумкаға секетеді, кез келген қалтаға секетеді. Практичный зат. Ішін ашқан кезде Bluetooth адаптері бар, телефонға қыстыратын. Одан кейін пилтичканың өзі, үстінде микрофоны бар, бетінде индикаторы көрсетіледі. Артында қысатын заты бар, нажақ жанында Type-C зарядканы қысыратын жер бар, яғни пилтичканың өзін отдельно зарядтауға болады. Сосын өшіп қосатын кнопкасы бар. Кейсінің сыртында зарядка көрсетіп тұрады, қанша қуат көзі қалған. Сіздерге де осындай наподобие пилтичканы сатып алуға кеңес беремін. Сіздер байқасаңыздар, кино түсірген кезде, клип түсірген кезде арнайы хлопушка қолданады. Ол хлопушка бекерден бекер емес. Студияларда звук отдельно жазады, адам дыбысы отдельно жазады, видео отдельно түсіріледі. Солардың бәрін біріктіру үшін монтажда осы хлопушканы қолданады. Ол хлопушка монтажда эквалайзері жоғары болып тұрады. Сол арқылы видеолардың барлығын, дыбыстардың барлығын тез, оңай тауып, бір-біріне біріктіруіне тез қолайлы болады. Сіздерге бұл хлопушканы особо қатты қажет емес, тек қана саусақтың дыбысы және де осындай шапалақтың дыбысы жеткілікті. Ал енді фоновый музыка келейік. Фоновый музыканың беретін де өзінің әсері бар. Ол да эмоцияны ойнатады. Habibi, come to Dubai. Эмоция шақырады. Қанша сіз видео түсірдік дейік, интервью болсын, жай видео болсын, оларға әлбетте музыка қажет. Онсыз қызықсыз болады және де просмотр болмайды. Сондықтан да видео түсірген барысында тақырыпқа байланысты музыка қою қажет.
Your kiss be burning like mid-June. O muzikalarda biz qalay izleymiz? YouTube'da açamiz, ағылшынша жазамыз, міндетті түрде ағылшынша іздеу керек. Өйткені қанша музыкалар шығады. Без авторских прав. Және де TikTok'тан да іздеуге болады. Тақырыпты жазамыз да, сол кез келген ұнаған музыканы скачаттап қоямыз. Айтпақшы, фоновый музыка сіздің интервью түсірсеңіз, адамның сөйлеп тұрған тонына байланысты музыка іздеу қажет. Мысалы, адам баяу сөйлеп тұрса, баяу музыка, энергичный söyleyip тұрса, энергетикалық музыка қою қажет. Міне осылайша кезекті сабақ соңына жетті. Сіздер петличканы ешқашан қолдану керек екенін түсіндіңіздер, және фоновый музыканы қалай қолданатынын білдіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңдар.